Саламатсыздар ма? 8-ші сынып оқушылары 16-ші есептен бастап жалғастырып түсіндіретін боламын. Тапсырмасы өрнекті ықшамдаңдар. Мұнда оқушылар x квадраттың 4 дәрежесі, дәрежені дәрежелеген кезде дәрежелер көбейтіледі. Сонда 8 дәреже болады. Көбейтілген, мұнда бізде 4-ке 3-ті көбейтеміз, 12 болады. Енді негіздері бірдей, яғни x2 дәрежелері мұнда көбейту амалы тұрған кезде қосылады. Яғни 20 болады. Мұнда a-ның 5 дәрежесі болады. Көбейту амалы болған кезде қосылады дедім ме? Оны 4 дәрежелейміз. Сонда a-ның 20 дәрежесі болады. Енді мұнда бізде m квадрат, n квадрат болады. Көбейту m-ның кубы, n-ның 4 дәрежесі. Мұнда m көбейтілген m куб, көбейтілген n куб болады екен. Енді мұнда бізде m-ның 5 дәрежесі, көбейтілген n-ның 6 дәрежесі. Ал мұнда m-ның 4 дәрежесі болады, көбейтілген n-ның кубы болады. Енді ары қарай мұнда 5-тен азайтамыз 4-ті, m-ның квадраты 1 дәреже болады. Оны жазбай қойымыз. Келесі 6-тан азайтамыз 3-ті, n-ның кубы болады. Мінекей осылай қалдырамыз. Енді келесінде x-ның квадратын 5 дәрежелейміз, яғни көбейтеміз, 10 дәреже болады. Мұнда y-дің 15 дәрежесі болады. Мұнда x-дің 4 дәрежесі, көбейтеміз, y-дің 5 дәрежесі. Енді бөлім тұрған кезде дәрежелер азайтылады. X-дің 6 дәрежесі, y-дің 10 дәрежесі болады. Енді келесі 5-ші есепте мұнда оқушылар a-ның минус 3 дәрежесі, минус 2 дәрежесі, көбейтеміз, a-ның 6 дәрежесі болады. Мұнда b-ның 8 дәрежесі. Мұнда 9-ның минус 2 дәрежесі. Көбейтеміз, 9-ның минус 3 дәрежесі. Мұнда a-ның 6 дәрежесі, b-ның минус 9 дәрежесі. Мұнда оқушылар a-ның 6 дәрежесі мен a-ның 6 дәрежесін қысқартып жетсек болады. Бұлай, енді мұнда бізде b-ның минус 8 дәрежесі, мұнда бізде b-ның минус 9 дәрежесі екен. Бұлай жазайық. Сонда мұнда бізде минус 8 дәреже мен мұндағы минус 9 дәреженің ішіндегі минус 8 дәреже қысқарады. Сонда алымында b қалмайды. 9-ның минус 3 дәрежесі, мұнда бізде 9-ның минус 2 дәрежесі, көбейтілген b-ның минус 1 дәрежесі болады. Енді мұнда бізде дәрежелер минус 3 бөлініп тұр, азайтылады. Сонда минус 3, минус 2, сонда плюс 2 болып кетеді. Сонда 9-ның минус 1 дәрежесі, мұнда бізде b-ның минус 1 дәрежесі қалады. Енді минус 1 дәрежеден құтылу үшін 1-ге бөл жүреміз. Сонда мұнда бізде бөлшегіміз төңкеріліп түседі. Сонда b бөлінген 9 болады. Енді соңғы 6-ші есепте p-ның минус 4 дәрежесі, минус 2 дәреже, көбейтіледі, p-ның 8 дәрежесі болады. Мұнда бізде 10-ның минус 2 дәрежесі, q-дің минус 10 дәрежесі, и мына жерде k-ның минус 4 дәрежесі. Ең алдымен бөлуді жазып кете берейік. 5-дің кубы, p-ның 6 дәрежесі, q-дің 9 дәрежесі және k-ның кубы болады. Енді мына бөлшекті сол күйі жазып алайық. p-ның 8 дәрежесі, 10-ның минус 2 дәрежесі, q-дің минус 10 дәрежесі, k-ның минус 4 дәрежесі. Оқушылар, мұнда бізде мына өрнектің астында бір бар деген сөз. Сонда мұндағы бөлуді көбейту амалына ауыстырып, бөлшектің алымы мен бөлімінің орнын ауыстырамыз. Сонда 1, 5-дің кубы 125,
Q-дің 6 дәрежесі, жоқ, P-ның 6 дәрежесі, мына бізде P. P-ның 6 дәрежесі, Q-дің 9 дәрежесі, K-ның 3 дәрежесі. Енді оқушылар, мұнда бізде P-ның 8 дәрежесі, P-ның 6 дәрежесі бөлініп тұр, азайтылады. Сонда үстінде бізде P-ның квадраты қалады. Мұнда бізде минус 2 дәреже екен, оны біз бірге бөлген кезде ол алымына шығады. Сонда 10-ның квадраты P-ның квадраты қалады. Енді астында 125. Мұнда Q-дің минус 10 дәрежесі, Q-дің 9 дәрежесі. Сонда Q-дің минус 1 дәрежесі болады. Мұнда бізде K-ның минус 4 дәрежесі, K-ның 3 дәрежесі, сонда K-ның минус 1 дәрежесі болады. Енді мұнда бізде ашып жаза салайын. 10-ның квадраты 100 болады. P квадрат, мұнда 125. Q-дің минус 1 дәрежесі, K-ның минус 1 дәрежесі. 100 бен 125 екеуі қысқарады. Екеуі де 25 деген санға бөлінеді. Сонда 5-тен 4 болады. Сонда бізде мұндағы әріптерден қалады P квадрат. Мұнда бізде минус 1 дәреже болғандықтан бірге бөлеміз. Сонда ол үстіне шығады. Үстіне шыққан кезде Q-дің 1 дәрежесі, K-ның 1 дәрежесі болады. Оны біз дәрежені жазбай қоямыз. Сонда QK болады. Келесі 17-ші тапсырмасы өрнекті ықшамдаңдар. Мұнда оқушылар x-ті көбейтеміз, x-ке көбейтеміз 3-ке. 2-ні көбейтеміз, x-ке көбейтеміз 3-ке. Мұнда да дәл сондай. Сонда x квадрат плюс 3x минус 2x минус 6 болады. Мұнда плюс x квадрат плюс 2x минус 3x минус 6 болады. Енді ұқсас мүшелер біріктіретін болса, мұнда x квадрат, 2x квадрат болады. Мұнда 3x, мұндағы 3x пен қысқарады. Мұнда минус 2x плюс 2x пен қысқарады. Минус 6 қосылып минус 12 болады. Енді мұнда дәл сондай. Y квадрат плюс 2y минус y минус 2. Мұнда плюс y квадрат минус 2y плюс y минус 2 болады. Енді ұқсас мүшелер біріктіретін болса, y квадрат 2y квадрат болады. Мұнда бізде 2y минус 2y қысқарады. Мұнда минус y пен плюс y қысқарады. Минус 2 минус 4 болады. Енді мұнда аны көбейтеміз a-ға, аны көбейтеміз 2-ге, 1-ді көбейтеміз a-ға, 1-ді көбейтеміз 2-ге. a-ға аны көбейтеміз, a-ға 4-ті плюс 3a плюс 12 болады. a квадрат, 2a квадрат. Енді a-ларды біріктіреміз. 2a, 3 болды. Мұндағы 3 пен 6, намен 10 болды. 10a болды. Сандар 2, мұнда 12, сонда 14. 14 болады. Енді мұнда с-ға с-ны көбейтеміз. С-ға минус 2-ні көбейтеміз. Минус 4с минус 3с плюс 12. С квадрат, 2с квадрат болады. Мұнда с-лар минус 2с, минус 3, минус 7, мұндағы мен минус 10 болады. Мұнда 2, 12 плюс 14. Мінекей осылай қалады. Келесі 18-ші есепте өрнекті көпмүше түріне келтіріңдер. Мұнда оқушылар жақшаның ішіндегі әрбір өрнекті мұндағы келесі жақшаның ішіне көбейтеміз. X квадратты көбейтеміз x-ке. X көп болады. X квадратты көбейтеміз минус 5-ке.
Енді минус x көбейтеміз. X'ке минус x квадрат болады. Минус x'ке минус 5 көбейтсек, плюс 5x болады. Келесі 4x минус 20. Енді ұқсас мүшелер біріктіреміз. Мұнда бізде x кубтың пары жоқ екен. X кубтың өзі жазылады. Мұнда минус 5x квадрат, минус x квадрат, минус 6x квадрат болады. Мұнда 5x, 4x таңбалар бірдей қосылады. 9x болады. Мұндағы санның өзі жазылады. Енді келесі екіншісінде 2y көбейтеміз y квадратқа. 2y куб болады. 2y көбейтеміз 5y-ке. 10y квадрат. 2y көбейтеміз минус 2-ке. Енді минус 1-ді көбейтеміз мына өрнекте. Сонда қарама-қарсы самаймен жалғастырсақ болады. Енді ұқсас мүшелер, мұнда бізде 2y куб өз алдына екен, өзін жазамыз. Плюс 10y квадрат минус y квадрат, 9y квадрат болады. Мұнда бізде минус 4y минус 5y минус 9y болады. Мына жердегі санның өзін жазамыз. Келесі 2-ні көбейтеміз. Мынау жақшаның ішіндегі өрнекке минус 2a квадрат плюс 8a минус 16. Минус, мұнда 2 минус плюс болады. 3a куб минус 12a квадрат. И мұнда минус 3a минус 8 плюс 24a болады екен. Минус 2a квадрат. Мұнда бізде куб екен. Кубтың өзін жазып алайық. Минус 2a квадрат минус 12a квадрат таңбалар бірдей қосылады. Алар мұнда 8a и одан кейін 24a, екеуі 32 болады. Енді бізде қалды сандар минус 16. Үшті көбейтеміз. Жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке 6s квадрат минус 3s минус 3. Минус, плюс болады. Минус 4s минус плюс 4s квадрат. Мұнда плюс 4s. Енді мұнда бізде минус 8s куб, 6s квадрат, 4s квадрат, 10 болады. Мұнда минус 3s плюс 4s плюс s болады. Соңында минус 3 қалады. Енді мұнда x квадрат, 2x квадрат, 2x-тің 4 дәрежесі. Мұнда бізде минус x куб плюс 4x квадрат. Минус 2x куб плюс x квадрат минус 4x. Енді 4-ті әрқайсысына көбейтеміз. Енді ұқсас мүшелер жазамыз. Мынаның пары жоқ. Өзін жазамыз. X куб, мұнда бізде минус 2x куб екен, минус 3x куб болады. Квадраттар 4x квадрат, x квадрат 5 болды. Мұндағы мен 8, 13x квадрат. Енді x-терді парлаймыз. Минус 4x, минус 4x, минус 8x. Сандардан плюс 16. Келесі 6-шы есепте минус 5a квадратты мына жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіп жақшаны ашайық. Минус 5a квадрат
4а квадрат минус 20 аның 4 дәрежесі плюс 5а куб минус 5а квадрат плюс 2а 4а квадрат плюс 8аның кубы болады. Мұнда минус 2а квадрат плюс 2а болады. Үшті көбейтеміз 4а квадратқа 12а квадрат минус 3а плюс 3 болады. Енді мына өрнектің ешқандай пар жоқ. 20аның 4 дәрежесі. Мұнда 5а куб, 8а куб қосылып 5а куб, 8а куб 13 болады. Минус 5а квадрат минус 2а квадрат минус 7 болады. Мұндағы плюс 12а квадрат, сонда плюс 5а квадрат болады. Минус 7 плюс 12 5 болады. Енді алар 2а, мұнда бізде минус 3а азайтылады, минус а болады. И бізде қалады 3. 8-ді көбейтеміз 2с квадратқа. 8-ді көбейтеміз с-ға. 8-ді көбейтеміз 4-ке, минус 4-ке. 4-сіні көбейтеміз 2с квадратқа. 4-сіні көбейтеміз минус 4-ке. Енді мұнда бізде 8с кубтың өзі жазылады. 16с квадрат минус 4с квадрат азайтылады 12с квадрат. Мұнда бізде минус 8с минус 16с минус 24с болады. Азайтамыз 32-ні. Оқушылар ең алдымен мына екі жақшаны көбейтеміз. С квадрат плюс 2с минус 4с минус 8. Көбейтеміз с қосылған 3-ке. Енді мына ақшамда болайық. С квадрат. Мына жерде минус 2с болады. Азайтамыз 8-ді. Көбейтеміз с минус 3-ке. Енді с квадрат көбейтеміз мынаған. Екісіні минус 2-сіні көбейтеміз мына өрнекке. Минус 8с плюс 24. Енді с кубтың пары жоқ, өзін жазамыз. Минус 3с квадрат минус 2с квадрат. Мына жерде бізде плюс екен, сонда мына жерде бізде плюс болады. Плюс 3с квадрат минус 2с квадрат плюс с квадрат болады. Мұнда оқушылар біз таңбаны өзгерттік, енді кішкене мына жерде өзгеріс болады. Минус 2с плюс 3с мұнда бізде минус болады. Минус 6с минус 8с минус 14с болады. Бізде қалады плюс 24. Плюс 24 болмау керек. Минус 8. Мұнда біз таңбаны өзгерттік. Мұнда бізде минус болады. Сонда минус 24 болады. Оқушылар келесіде 19-шы есептен бастап жалғастырып түсіндіретін боламын. Қажет болса каналымда басқа да жаттығу есептері және алгебра, геометрия, физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Каналға жазылуды лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.